Айшым, Ау. осы неге ата-аналар жиналысына тек аналар барады? Неге әкелер бармайды? Енді қызым, әкелердің қолы босамайды. Олар күні-түн жұмыс жасайды. Яғни біздің киіміміз түгел болу үшін, тамағымыз тоқ болу үшін күні-түні жұмыс жасайды. Менің үздік екенімді білгенін қалаймын. Жаным, біз сенімен мақтанамыз. Жарайсың. Әйең негізі сенің үздік екеніңді біледі, мен айтып жүрмін. Бірақ сені өтінішіңді айтып көремін, е? Қолы босағанда мүмкін барып қалар. Жаным менің. Жалпына объекті тексеріп баққандар бар ма? Өтіп жатыр. Қалай өтіп жатыр? Енді, Сәге, сіздің соңғы қолыңыздан кейін бәрі жақсы өтеді ғой. Берік, бұл соғып жатқанымыз мектеп қой, а? Иә, мектеп. Балалар оқиды. Әрине. Білім алады. Түсінесің бе? Маған ішіндегі білім емес. Маған сол мектептің қабырғасы маңызды. Сапасы дұрыс бола ма? Сәке, сізбен соңғы күн жұмыс істеп отқан жоқпыз. Білім ішін қайдам, бірақ сырты өте тамаша. Білесің ба, Берік, бұл соңғы шешуші қол емес. Бұл ақша пара емес. Сіздің уақытыңызды бағалауымыз ғой, Сәке. Сөз тапқырсың, е, Берік. Білесің бе, екеуміз кейде қатты кетіп қаламыз. Рахмет, Сәке. Сізбен жұмыс істеу өте тамаша ғой. Бір қол, бір ғана қол. Мына жерде бір қол қойсам бәрі дұрыс болып кетеді. Жаңа пәтер, қымбат көлік. Бұл менің тыныштығымның бағасы. Әкешім, қалайсыз? Жақсы, қызым. Менде күшті жаңалық бар. Айта ғой. Мен су жаңа мектепке алысайын деп жатырмын. Қаланың ортасындағы соғылып аққан инновациялық мектеп пе? Ол жерге тек үздіктерді қабылдайды деп естідім ғой. Демек, менің алтын ақылды қызым үздік қой. Мен өте қуаныштым, құтты болсын. Сол жерде робототехника кабинеті бар. Енді мен өз армандарымды сол кабинетте орындайтын боламын. Арманыңа жете ғой, қызым. Ол жақсы нәрсе ғой негізінде. Сондай мектептерді салдырып жатқан адамдарды көрсем, алғысымды айтатын едім. Болашақты ойлайтын адамға рахметті айту керек. Дұрыс, мен сен үшін өте қуаныштымын. Мен бүгін кешке оны жуамыз, е? Осы жаңалықты анаң біле ма? Білмейді. Өзім айтам. Сен сабағын істей бер. Е, қызым, сен үшін қуаныштымын, е? Жұмыста жүргенде үйдің бетін көрмей біраз квитанция жиналыппын ғой, Мен төлеп тастап, құдай қаласа бір аптадан кейін су жаңа үйге көшсек. Жаңа үй? Осыны айтпаймын, деп айтып қоя беремші. Жаңа үйге көшеміз. Ана жұмыста басшылық жақсы жұмыс істедім деп бір сыйақы берген ғой. Сол ақшамен және мына үйді сатып, екеуін қосып бір кеңірек үй алсам ба деп жатырмын, жаным. Сонда басшылар сендерге үй алатындай сыйақы бере ма? Енді бірнеше жыл жақсы жұмыс атқардым, соған енді
жинап берген бонустар ғой. Оданша сен ана жаңақ дейсіздің ба, қызымыз инновациялық мектепке түсті ғой, білесің ба, үздіктердің қатарында? Айтпақшы, мұғалімі чатқа жіберді ғой. Керемет мектеп. Планировкасын айтсай. Тамаша, бізде ондай мектепте болған жоқ қой. Негізі, білесің ба, жан, баланың білімі мектептің қабырғасына байланысты емес, оның ішіндегі біліміне байланысты. Сондықтан да менің қызым қай мектепте оқыса да ақылды. Айтпақшы, қыздың шығармадан тағы да үздік атанды ғой. Енді маған тартқан ғой. Қандай тақырыпта? Адал еңбек. Адал еңбек. Адал еңбек. Бәрі солай істейді. Ешкім өлмейді. Ештеңе болмайды. Бір қол ғана. Бір-ақ қол. Соңғы рет. Алло. Серік, бізде бір проблема. Жаңа мектептің бір қабырғасы құлады. Қалай сонда? Қазір барам. Әке, мен мектепке бардым. Әдемі екен. Мен жақсы көретін кабинет қирап қалды. Енді мен жарыстарға бара алмаймын ба? Неге олай болды? Өткен. Мен қол қойдым. Кешір қызым. Сол қалам, сол қол, сол шешім. Мен бір қол қойдым. Бір ғана. Ал сол қол менің қызымның өмірін сындырды. Кешір қызым. Әке, мен ана балалар сияқты жүргім келеді.